Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз мынау қай жануардың мүсіні? Это скульптура какого животного? Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Сұр, серый, мүсін, скульптура. Бірінші тапсырма, мәтінді оқы, түсінгеніңді айт. Прочитай текст. Расскажи, что ты понял. Алматы әлемдегі ең сұлу қала. Алматы самый красивый город в мире. Қалада гүлзар, демалыс алаңы, субұрқақ көп. В городе много зон отдыха, клумбы и фонтанов. Олардың сәулеті әртүрлі. Архитектура каждого разная. Мен жазда достарыммен шығыс күнтізбесі субұрқағына барамын. Я летом с друзьями пойду на фонтан восточного календаря. Жазда субұрқақтан салқын жел соғады. Летом дует прохладный ветер. Біз онда шомыламыз, мы там купаемся. Екінші тапсырма. Интернеттен шығыс күнтізбесі субұрқағының суретін тауып қара. Найди в интернете фонтан восточного календаря и напиши животных по примеру. Например, бұл жылқының мүсіні. Мүсін өте әдемі, жылқы күнтізбеде 7-ші орында тұр. Это у нас лошадь. В фонтане стоит 7-м. Арғарай, бұл тышқанның мүсіні. Мүсін өте әдемі, мүсін күнтізбеде 1-ші болып тұр. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, үлгі бойынша сөйлесіңдер. Үлгі, саған оған не ұнайды? Ол ненің суреті, ол қандай? Посмотрите на картинки и поговорите, составьте устный диалог. Бірінші, жылқы. Бұл жылқының суреті, ол жүйрік. Екінші, второй, бұл қой. Қойдың суреті, оның жүні бұйра. Екінші, бұл ит. Ол жылдам. Үшінші, маймыл. Маймылдың түсі қоңыр. Арғарай, келесі тышқан. Тышқан сұр. Келесі қоян, қоянның түсі ақ. Сиыр ала. Жылан жасыл. Барыс сұр. Ақ немесе ақ барыс. Одан кейін қабан немесе доңыз. Қабан қоңыр түсті. Келесі ұлу. Ұлу бізде сары түсті. Келесі тауық тоқ сары түсті. Келесі 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточий вставь нужные слова. Бесінші тапсырма. Жағдаят. Бүгін субұрқақ күні. Досыңа телефон шалып, бақ гүлі субұрқағына шақыр. Сегодня день фонтанов. Позвони своему другу и пригласи на фонтан. Қажетті сөздер — это нужные слова. Вот эти перечисленные слова используй в своем диалоге. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание.